Сәлем, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Каналыма қош келдіңіздер. Беріп жатқан ақпараттар пайдалы болатын болса, каналға жазылып, лайк басып, пікірге өздеріңізді мазалаған кез келген гинекологиялық сұрақтарыңызды қойсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Және де каналға салынған видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып: жүктілікті қалай анықтаймыз? Жүкті екенімді қалай білсем болады? Бұл тақырып әсіресе алғашқы жүкті ханымдарға қызық деп ойлаймын. Себебі көп қыз-келіншектер жекеме, жалпы жиі қоятын сұрақтарының бірі осы жүктілік тестін жібереді де, жүктімін бе, аяғым ауыр ма, айта аласыз ба деп сұрап жатады. Соған арнайы осы видеоны ұсынамын. Жалпы көбіміз киноларда көретінімізде, егер қыздың жүрегі айнып, лоқсып, бірден дәретханаға жүгіріп, аузы тола құсатын болса, біз көбіміз нені ойлаймыз? Бұл қыздың аяғы ауыр екен деп ойлаймыз. Жүрек айну, лоқсу, құсу, бас айналу бұл негізі токсикоздың белгісі. Және де бұл жүктіліктің алғашқы апталарында емес, 6 аптадан кейін кездесетін жағдай болып табылады. Сондықтан, егер жүрегіңіз айнып, басыңыз айналатын болса, құсқыңыз келетін болса, бұл жүктіліктің алғашқы белгісі емес. Ал сонда жүктіліктің алғашқы белгілері қандай деген сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы ең алдымен ағзамызда әйел кісіде овуляция болады, яғни ол дегеніміз ұрық жасушасы сыртқа шығатын күн, сәтті айтамыз. Сол кезде егер ер адамның ұрығымен сәтті қосылатын болса, ұрықтану процесі болып, болашақ бала пайда болады. Бұл процесс жатыр түтігінде, яғни трубада пайда болады. Одан кейін 1-2 күннен кейін барып, ол жатырға, яғни маткаға түседі. Осы жатырға түскен сәтте ол өзіне ыңғайлы, жақсы бекінетін жерді іздейді. Бұл имплантация кезі деп аталады. Және де осы кезде жатырдың қабырғасына ене орналасқан кезде біздің жатырдың қабырғасы қанауы мүмкін. Қолымыз кесіліп кеткен кез сияқты. Сол кезде қанды бөліністер бізге не істеуі мүмкін? Көрінуі мүмкін. Яғни етекірге дейін ақшыл, қызыл түсті қан болатын болса, выделение, бұл жүктіліктің алғашқы белгілері болуы мүмкін. Бірақ бұл көп қыз-келіншектердің бәрінде бола бермейді. Келесі белгі, нақты әрі анық белгісі, ол етекірдің кешігуі. Яғни етекіріңіз қалыптыда келетін уақыттан кешігіп жататын болса, онда бұл жүктіліктің анық белгілерінің бірі болып табылады. Осы сәтте біз қазіргі таңда жаңағы эффективтілігі жөнінен, яғни нақты дәл көрсететін, тіпті 98-99% жағдайда нақты көрсететін тесті аптекадан сатып аламыз. Және де оны зәрге салып, біраз уақыт секундтар қойып қоямыз, одан кейін аламыз. Егер сізде сол тестте 2 жолақ пайда болатын болса, онда құттықтаймын, сіздің аяғыңыз ауыр. Көбінесе қыз-келіншектер осы тесттің өзіне де сенбей жатады. Құрметті ханымдар, егер тест 2 полоска көрсетіп тұратын болса, бұл жоғарыда айтып өткенімдей 98-99 жағдайда бұл жүктіліктің белгісі болып табылады. Және де кей кезде сенбегендіктен анализ тапсырып көргісі келеді. Яғни жүктіліктің алғашқы белгілерінің ретінде біз қаннан ХГЧ гормонын анализ ретінде тапсырсақ болады. Бұл анализді біз 2 рет тапсыруымыз қажет. Себебі бұл жүктілік дамып жатыр ма, қалай дамып жатқанын білуіміз үшін. Яғни 48 сағат аралықта тапсыратын болсақ, екінші анализді бірінші көрсеткен нәтижеден 2 есе өсуі керек. Сонда ғана біз бұл жүктілік дамып жатқан деп нақты айта аламыз. Және де овуляция болғаннан кейін әйел кісінің аналық безінде, ол жерде ұрықтың орнында, яғни ұяса ретінде сары дене деген түзіліс пайда болады. Бұл сары дененің негізгі қызметі прогестерон гормонын синтездеу, яғни өндіру болып табылады. Ол прогестерон жүктілікті қамтамасыз ету үшін, яғни баланың дұрыс жетіліп, дұрыс өсуі үшін қажет гормондардың бірі болып табылады. Сол прогестерон гормоны біздің ағзамызға, әйел кісілерге көбінесе өте қатты әсер етеді. Әсіресе етекірге дейін, осы жүктіліктің алғашқы апталарында ол біздің жүйке жүйемізге,
әсер ету арқылы көңіл күйімізді құбылмалы қылады. Яғни әйел кісілердің жүктіліктің алғашқы апталарында жылауық келетіні, әр нәрсеге ренжігіш келетіні, ұйқышыл келетінін барлық себебі осы прогестерон гормонының орталық жүйке жүйесіне, яғни біздің миымызға әсерінен. Сондықтан жүкті ханымдарда көбінесе алғашқы апталарында көңілшектік, яғни әр нәрсеге ренжіп қалу, жылауықтық сезімі кездесуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай болып табылады. Бірақ көбінесе жүктілікті қатты қалап жүрген қыз-келіншектер де бұндай жағдай болуы мүмкін. Себебі жүктілік болмаса да организмде прогестерон гормон синтезделіп жатқандықтан бұндай белгілер де кездесуі мүмкін. Нақты жүктілікті білу үшін алдымен тест көреміз, одан кейін егер қаласаңыз ХГЧ гормонын тапсырып көрсеңіздер де болады. Жалпы видеоға қорытынды жасайтын болсақ, арнайы нақты 100% сіз жүкті екеніңізді тест немесе ХГЧ гормоны арқылы және де етеккіріңіздің келуі керек уақыттан 2 апта кейін УЗИға барып түсу арқылы жатырыңызда ұрықтың бар жоғын және оның жүрек соғысын көру арқылы нақты көз жеткізе аласыз. Тек қана құсу, лоқсу бұл жүктіліктің белгісі болмауы мүмкін. Көбінесе қандай да бір тамаққа ұшынып қалған кезде, одан отравление болған жағдайда ондай құсу, лоқсу сезімдері бола беруі мүмкін. Сондықтан тесті алып ең бірінші тексеріп көрсеңіздер болады. Егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналға жазылып, өз пікірлеріңізді жаза кетсеңіздер, әсіресе жүктіліктеріңізді қалай анықтадыңыздар, қалай білдіңіздер, сол туралы жазсаңыздар, мен міндетті түрде оқитын боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.